Баршаңызға сәлем. Бүгін қызылшаның пайдасы туралы сіздермен бөліскім келіп тұр. Қызылшаны көбінесе қыз-келіншектер арықтау диетасында қолданады. Сонымен қатар қызылшаның көптеген пайдасы бар. Соның ішінде запордан зардап шеккен адамдарға көмектеседі. Оны жеген кезде ішектің микрофлорасын жақсартады. Сонымен қатар мидың жұмысын реттейді. Қызылшаның құрамында адам ағзасындағы зиянды заттарды шығаратын пектин бар. Сонымен қатар жүрек қан тамырларының жұмысын реттейді, бауырдың жұмысын жақсартады. Және ісінуден зардап шегетін адамдарға өте пайдалы. Қант диабетімен ауыратын адамдарға мөлшерден тыс қолдануға болмайды. Сонымен қатар қызылшаның құрамында А, В1, В5, В9, В6, С, Е витаминдері бар. Жалпы адамның организміне өте пайдалы. Бұл ақпарат сіз үшін пайдалы болған болса, тегін лайктарыңызды аямаңыздар. Сау болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.